Сәлеметсіздер ме? Жұбайлардың махаббат тілі сабағымызға қош келдіңіз. Бүгін сүйіспеншіліктің 4-ші тілі қызмет әрекеттері жайлы айтатын боламыз. Қазақта махаббатты тек сөзбен ғана емес, еңбекпен де дәлелденген. Ол тіршілікпен, жауапкершілікпен көрінген. Қызмет ету әлсіздік емес, бұл серіктестік мәдениеті. Қазақ қоғамында отбасы тек екі адамның ғана жеке сезімі болмаған. Бұл тұтас бір әулеттің, рудың, елдің абыройы ретінде қарастырылған. Сондықтан жұбайлардың бір-біріне қызмет етуі бұл әлсіздік емес, махаббаттың, жауапкершіліктің және де серіктестіктің белгісі болған. Дүниетанымымызда бұл бізде бұрыннан бар. Яғни қызмет көрсету тілі дүниетанымымызда бұрыннан бар. Көшпелі өмір салтында ер мен әйелдің рөлі нақты бөлінгенімен, бұл бөліну бәсекелестік емес, өзара толықтыру принципіне құрылған. Ер адам сыртқы қауіпсіздікке, малға, жерге, табысқа жауапты болған. Ал әйел адам шаңырақтың берекесін, дастарханның молдығын, бала тәрбиесін ұстап тұрған. Бірақ бұл әркім өз міндетін ғана атқарады дегенді білдірмейді. Қиын кезеңдерде, көшу-қону уақытында, мал төлдегенде немесе жұт болған кезде жұбайлар бір-біріне сүйеніп, бірге еңбек еткен. Бірі шаршаса, екіншісі демеу болған. Түздің ісі ердікі, үйдің ісі әйелдікі деп бөліп жармаған. Бірақ рөлдерді нақты белгілеген, және бұл сезімді сөзбен ғана емес, іспен білдірудің айқын көрінісі. Ер үйдің егесі, әйел үйдің шегесі деген сөз бар. Мұнда бірінің үстемдігі емес, екеуінің де қажет екені айтылған. Қазақ мәдениетінде қолғабыс ету, жәрдемдесу, асар жасау және де тағы басқа осындай ұғымдар бар. Асар тек көршіге көмектесу емес, бір-бірінің жүгін жеңілдету мәдениеті. Бұл принцип ең алдымен отбасының ішінде көрініс тапқан. Үйдегі ауыр жұмысты бөлісу, қонақ келгенде бірге қызмет ету, бала ауырса бірге түн ұйқысын бөлісу, бұлардың бәрі махаббаттың қызмет арқылы көрінуі. Сондықтан бүгін біз қызмет көрсету махаббаттың 4-ші тілі деп айтатын идея бізге жат емес. Бұл біздің мәдени кодымызда бар нәрсе. Яғни қызмет ету бағыныштылық емес, сүйіспеншіліктің әрекетке айналған формасы. Жұбайлар бір-біріне қызмет еткенде олар тек тұрмысты жеңілдетпейді. Олар сенімді, серіктестікті және ұрпаққа үлгі болатын махаббат моделін қалыптастырады. Әр адамның негізгі махаббат тілі әр түрлі деген болатын біз, соның ішінде іс-әрекет тілі де бар. Яғни бүгінгі айтып жатқан қызмет көрсету тілі. Егер сіздің жұбайыңыз үйде көмектессең ғой, бір рет өзің істесең болмай ма? Маған жәрдем керек деген сөздерді жиі айтса, ол шағым айтып тұрған жоқ. Керісінше өзінің махаббат тілінде сөйлеп, сізге сигнал беріп тұр. Кітап авторы Гэри Чэпмен көптеген ерлі-зайыптылармен жұмыс жасағаннан кейін мынадай 3 ақиқатты байқайды. Біріншіден, үйленгенге дейін біз бір-біріміз үшін істейтіндеріміз, үйленгеннен кейін де істейтініміздің көрсеткіші емес екенін айқын көрсетеді. Яғни, үйленгенге дейін бізді сүйіспеншілік құмарлығының күші қызықтырып алып кетсе, үйленгеннен кейін біз ғашық болғанға дейінгі жағдайға ораламыз. Өткен сабақтарда айтқан болатынбыз, ғашық болу бұл уақытша деп, Біздің іс-әрекеттерімізге ата-анамыздың үлгісі, жеке тұлғамыз, сүйіспеншілік туралы түйсігіміз, эмоцияларымыз және қажеттіліктеріміз бен тілектеріміз әсер етеді. Біздің мінез құлқымыз туралы бір ғана нәрсеге нақты сенімді бола аламыз. Бұл біз ғашық болған кезде көрсеткен мінез құлқымыздай болмайды. Яғни, мысал ретінде былай айтайын, үйленгенге дейін жастар бір-бірінің іс-әрекеттеріне қарап ғашық болады. Жігіт таза, ұқыпты, көлігі таза, үйде бәлкім анасына көмектесетінін айтады, Сондай-ақ қызбен әр кездесуін асыға күтеді, ерекше қылып жасағысы келеді. Оның бұл әрекеті қызға ұнайды, себебі қыздың мүмкін негізгі махаббат тілі қызмет көрсету болады. Ал үйленген соң жігіт мұның ешқайсысын істемейді. Себебі ата-анасынан көрген үлгісі әйел үй тірлігіне ұқыпты, ал еркек сырттың тірлігіне, яғни отбасын асырау, ал бос уақытында достарымен футбол көруді ұнатады бәлкім. Содан жастарда түсінбеушілік орнайды. Ал әйелі алдын отбасына үй тірлігінде көмектесетін, енді өз үйінде белсенді емес деген ой оған мені ол жақсы көрмейді деген сезімді тудыруы мүмкін. Яғни, мен жақсы көрмейді, немесе маған деген сезімі суып кетті екен деген ой келеді. Біз көрген отбасы үлгісі әрдайым біз қалағандай бола бермейді. Дегенмен, біздің түп санамызда
кейбір нәрселер сақталып қалады. Яғни кейбір әрекеттерді біз бейсаналы түрде өз ата-анамыздан қайталай бастаймыз. Бірақ есімізден шығармайық. Әр адамның сүйіспеншілік тілі әртүрлі және соған орай өмір сүру ерекшеліктеріміз де болады. Демек, ғашықтық кезеңі аяқталған соң адам өз отбасынан көрген моделіне қайтады. Екінші ақиқат, сүйіспеншілік ол еркін таңдау. Сондықтан оны қысыммен алуға болмайды. Жұбайлар бір-бірінің мінез құлқын сынай бергенімен одан ешқандай жақсы нәтиже шықпайды. Олар талап қоюдың орнына бір-біріне өтініш білдіруге шешім қабылдағаннан кейін олардың некелік өмірлері өзгере бастайды. Сіз осы әдісті өз некеңізде тәжірибе ретінде қолдансаңыз болады. Сын мен талаптар әдетте бөлінушілік алып келеді. Үнемі сынай берсеңіз, жұбайыңыз үнсіз келісе беретін болады. Сіздің қалағаныңызды ол істеуі мүмкін, бірақ сүйіспеншіліктің белгісі болмас еді. Сіз өтініш жасау арқылы сүйіспеншілікке бағыт-бағдар бере аласыз. Бірақ оның өз еркімен сүюі сіздің қолыңыздан емес. Әрқайсымыз сүйіспеншілікті білдіру не білдірмеу туралы күнделікті шешім қабылдауымыз керек болады. Егер сүйіспеншілік көрсетуді таңдасақ, онда оны жұбайымыз сұрағандай білдіру біздің сүйіспеншілігімізді эмоционалды әсерлетеді. Демек, өтініш бағыт береді. Талап сүйіспеншілікті өлтіреді. Егер жақсы әйел болсаң, егер нағыз еркек болсаң деген сөздер емес. Бұл махаббат тілі емес. Бұл қысым көрсету. Соңғы үшінші ақиқат, сүйіспеншілігі жетілген адам ғана ести алады. Менің мінез құлқым туралы жан-жарымның сындары оның негізгі сүйіспеншілік тілі қандай екенін ашып береді. Адамдар өздерінің ең терең эмоционалды қажеттілігі бар салада жұбайын қатты сынай бастайды. Яғни өзіне қажет нәрсені сізді сынау, кінәлау арқылы айтады. Олардың сыншылдығы сүйіспеншілікті жалынып сұраудың, сүйіспеншілік қажеттілігіне сигнал жіберудің тиімсіз жолы. Егер біз мұны түсінетін болсақ, бұл олардың сындарын тиімдірек қабылдауға көмектеседі. Әйелі күйеуінің айтқан сынына былай деп жауап беруі мүмкін. Бұл сен үшін өте маңызды сияқты көрінеді. Мұның неге соншалықты маңызды екенін түсіндіре аласың ба? Сын жиі түсіндіруді қажет етеді. Мұндай әңгімені бастау ақырында сынды талапқа емес, өтінішке айналдыруы мүмкін. Жұбайыңыздың футбол көргеніңізді үнемі айыптауы оның футболға деген жек көрушілігін білдірмейді. Ол футболды айыптайтын себебі үйді тазалауға және сыртты тазалауға, не болмаса басқа бір көмегі тиетін істерді істеуге кедергі келтіргеннен айтады. Егер жұбайыңыздың эмоциялық сүйіспеншілік тілінде сөйлеу арқылы оның сүйіспеншілікке деген мұқтаждығын қанағаттандыруды үйренсеңіз, жұбайыңыз футболға деген құмарлығын еркін қолдайтын болады. Демек, адам ең көп сын айтатын сала, оның ең үлкен эмоциялық қажеттілігі жатқан сала. Егер әйел үнемі үйге көмектеспейсің десе, ол көмек емес, сүйіспеншілік сұрап тұр дегені. Қызмет әрекеттері деген не? Жұбайыңыз сіздің өзі үшін істегеніңізді қалайтынын білу, яғни сол істерді орындау. Сіз оған қызмет ету, ол үшін бір нәрсе жасау арқылы оны қуантып, оған деген сүйіспеншілігіңізді білдіруге тырысуыңыз. Бұлар тамақ пісіру болуы мүмкін, дастархан жаю, ыдыстарды жуу, шаң сорғышпен үйді тазалау, шкафты тазалау, өз киімдеріңізді жинап жүру бәлкім, баланың жөргегін ауыстыру, шаңдарды сүрту, көлікті таза күйінде ұстау, даланы, жаңағы ағаштарды кесу, бұталарды шабу деген сияқты, балалармен серуендеу, көлікті таза ұстау, қоқыс жәшігін ауыстыру, немесе коммуналкаларды, яғни есеп шоттарды уақытылы төлеп тұру, бұның барлығы қызмет әрекеттері. Олар әрине кейде ойлануды, жоспарлауды, уақытты, күш-қуатты талап етуі мүмкін. Егер позитивті рухпен жасайтын болсаңыз, бұның барлығы әлбетте сүйіспеншілік білдіру болып табылады. Есіңізде болсын, бұл тек үй шаруасы емес, бұл сен жалғыз емессің деген хабар. Мен сенің жүгіңді көтеруге көмектесемін, бірге көтереміз деген әрекет. Сен мен үшін маңыздысың дегенді дәлелдеу. Махаббат тілдері бір бола тұра, неге бір-бірін түсінбейді? Енді осы сұрақты талқылайық, Көптеген жұптар ойлайды, махаббат тіліміз бір болса, бір-бірімізді түсінуіміз оңай болады деп. Алайда бір-бірін мүлде түсінбейтін жұптар бар. Және де егер жұптар барлық жағынан келіспесе, некеде жақсы тұра ала ма, яғни неке жақсы сақталып тұра ала ма деген сұрақтар бар. Махаббат тілдері бір жұбайлар егер бір-бірін түсінбей барлық нәрседе келісім таба алмаса, демек әртүрлі диалекттерде сөйлеп жүр деген сөз. Алдыңғы сабақтарда диалекттер жайлы айтқан болатынбыз, әр тілдің өзінің диалекттері бар деп.
Біреу үшін төсектің жиналуы болуы бұл махаббат. Екіншісі үшін көліктің таза болуы бұл махаббат. Ал басқасы үшін кешкі астың дайын тұруы қамқорлық. Және тағы біреу үшін бәлкім баламен көмектесу нағыз сүйіспеншілік. Екеуі де бір-біріне қызмет етеді. Бірақ бір-бірінің диалекттерін білмейді. Бұндай кезде не ұнайды, не ұнамайтыны жайлы ашық сөйлесіп алу қажет. Және нақты ойланып, бір-бірі үшін маңызды іс-әрекеттер тізімін жазулары қажет. Бір-бірінің қалауларын қанағаттандыра бастаған жұбайлар дұрыс диалектте сөйлей бастайды. Сөйтіп, сүйіспеншілік қоймалары тола бастайды. Сүйіспеншілік қоймасы жайлы да өткен сабақтарда айтқан болатынбыз. Сүйіспеншілік тілдері бір жұбайлар бір-бірінің диалекттерін үйрену қиынға соқпайды, егер бір-бірімен тілдесе алса. Сонымен алдыңғы айтылған 3 ақиқатты қайталап өтейік. Біріншісі, үйленгенге дейінгі мінез тұрақты үлгі емес. Екіншісі, сүйіспеншілік талаппен берілмейді. Үшіншісі, сын жасырын махаббатты сұрауы. Алдын айтқанымдай, сүйіспеншіліктің қызмет тілдері сіздің уақытыңызды және қаражатыңызды талап етуі мүмкін. Қандай жағдайларда? Мысалы, егер жұбайыңызға массаж ұнаса, массаж жасау, онда сізге, егер сіз оны білмесеңіз, мүмкін сізге YouTube-қа қарап үйрену керек болады. Мүмкін сізге массаж курсына бару керек болады. Ол үшін сізге уақыт та, қаржы да қажет болады, Бірақ бұл соған тұрарлық. Егер сіздің жұбайыңызға сол ұнаса, сіз жұбайыңыз үшін бұны үйрене аласыз. Оның махаббат багы толы болады, және ол сізге сол сүйіспеншілікпен қайтаратын болады. Есіңізде болсын, махаббат багы бос адам өзі махаббат бере алмайды. Жеткілікті түрде махаббатты жеткізе алмайды. Сондықтан бір-біріңіздің сүйіспеншілік тілдеріңізге аса сезімтал болыңыздар. Аяқ асты төсеніш болу. Бұл махаббат емес. Аяқ асты төсеніш бұл яғни тряпка, бір сөзбен айтқанда. Ол жансыз зат. Сіз оны аяғыңызбен басасыз, аяғыңыз сүртесіз оған, ары тебесіз, бері лақтырасыз, әйтеуір ол затқа деген құрмет жоқ сізде. Оның өзіндік еркі де жоқ. Кейбір адамдар ұзақ жылдар бойы жұбайына қызмет етеді. Бірақ қорқынышпен, кінәмен, ренішпен. Ал бұл махаббат емес. Бұл өз-өзіне жасаған сатқындық. Сүйіспеншілік бұл еркін таңдау. Мен сені жақсы көргендіктен, сен үшін осыны істеймін деген шешім. Алайда кейбіреулер жұбайын қызметшідей көреді. Бірақ қызметші сүйіктіңіз бола ала ма? Сіз жұбайыңызға зат ретінде қараған кезде біз сүйіспеншілік мүмкіндігін жоямыз. Кінәмен манипуляциялау, егер сен мені жақсы көрсең, егер сен жақсы жұбай болсаң, мен үшін осылай жасар едің, деу сүйіспеншілік тілі емес. Қорқынышпен мәжбүрлеу, мысалы, сен мұны істейсің, немесе өкінесің, бұл сүйіспеншілікке жат тірлік. Ешбір адам ешқашан аяқ асты төсеніш болмау керек. Біз өзімізді пайдалануға жол беруіміз мүмкін, бірақ шындығында біз эмоциялары, ойлары мен тілектері бар жаратылыспыз. Біздің шешім қабылдап, әрекет жасайтын қабілетіміз бар. Біреу өзін басқалардың пайдалануына жол беруі сүйіспеншілік әрекеті болып саналмайды. Бұл жоғарыда айтқанымыздай, негізінен сатқындық әрекеті. Сіз оған адамгершілікке жатпайтын әдеттерді дамытуға жол беріп жатсыз. Шынайы сүйіспеншілік былай дейді: мен сені қатты жақсы көремін, сондықтан маған осылай қарауыңа немесе осылай сөйлеуіңе жол бере алмаймын. Бұл саған да, маған да, мен үшін де жақсы емес. Сондықтан өзіңізді манипуляциялауға жол бермеңіз, және жұбайыңыздың қызмет әрекеттеріне әлсіздік емес, махаббаттың көрінісі ретінде қараңыз. Ерлі-зайыптылар отбасы мүддесі үшін барлығын жасайды. Көп нәрсені құрбан етеді, ал мұны тек міндет ретінде емес, жарлықау ретінде қабылдаңыз. Сонда ғана отбасыңыздың көркейгенін көресіз. Стереотиптерді бұзу. Қызмет әрекеттері сүйіспеншілік тілін үйрену кейбіреулеріміздің ерлі-зайыптылардың рөлдері туралы стереотиптерімізді, яғни түсініктерімізді қайта қарауды талап етеді. Еркек үй шаруасын істемейді. Мынау әйелдің міндеті. Менің әкем мұны істемеген. Қоғамда бұл қабылданбайды. Олар өзгеріп жатыр. Бірақ біздің бұрынғы өміріміздің үлгілері сақталып қалуы мүмкін. Ерлі-зайыптылар көбіне ата-аналардың үлгілерін қолданады. Алайда бұл туралы сіздің отбасыңызда қайталанады деген сөз емес. Яғни сіздің отбасыңыз ол басқа мәдениет. Егер сіз ерлер еден жуып, кір жаймайды, баланың жүргегін ауыстырып, тамақ істемейді деген ой болса, бірақ әйеліңіз үшін бұл маңызды болса, сол арқылы сіздің сүйіспеншілігіңізді сезінсе, өз стереотиптеріңізді бұзуға дайын болыңыз.
Соңғы жылдардағы әлеуметтік өзгерістерге орай қоғамдағы ер мен әйелдің үйдегі рөлдері жайындағы белгілі бір ұғымды ұстануы жоқ. Яғни бір белгілі бір ұстаным жоқ, Әйтсе де барлық стереотиптер түп тамырымен жойылады деген сөз емес. Ақпарат құралдарының кең жайылған ықпалына дейін күйеуді немесе әйелдің міндеттері туралы түсінік адамның ата-анасының ықпалымен қалыптасқан әлеуметтік желінің кең өсуі, түрлі басқа мәдениеттің көбеюі, жалғыз басты ата-аналардың санының өсуі сияқты жайттар рөл үлгілеріне жиі отбасынан тыс болып жатқан ықпал етіледі. Сіздің түсінігіңіз қандай болмасын, сіздің жұбайыңыз некедегі рөлдерді сізден басқаша түсінуі мүмкін. Стереотиптерді тексеріп, оларды өзгертуге дайын болу, сүйіспеншілікті әсерлеп білдіруі үшін қажет болады. Есіңізде болсын, стереотиптерді ұстануда келетін сый жоқ, алайда жұбайыңыздың эмоциялық қажеттіліктерін қанағаттандырудың пайдасы зор. Сіз өзіңіздің үшінші мәдениетіңізді, өз отбасыңызды құрудасыз. Стереотиптер отбасын бұзуы мүмкін. Егер жұбайыңыздың жүрегі сіздің бір әрекетіңіз арқылы толатын болса, онда ол әрекет сіздің жұбайыңыздың бақытты отбасыңыздың мүддесі үшін таңдаған еркін шешіміңіз болуы керек. Стереотиптерді бұзу оңай ма? Әрине жоқ. Қарапайым ба? Қарапайым әрине. Өйткені бұл біздің эгомызды, стереотиптерімізді, ата-анамыздан алған моделімізді қайта құруды талап етеді. Бірақ нәтижесі қандай болмақ? Жұбайыңыз үйге кіргенде реніш емес, сын емес, суықтық емес, жылулықты сезінеді. Басында қиын болуы мүмкін. Істеп көрмеген істеріңізді істеу түсініксіз, ебедейсіз көрінуі мүмкін. Бірақ бұл соған тұрарлық. Осылай істеу арқылы жұбайыңыздың махаббат қоймасын толы күйінде ұстайсыз. Ал бұл сөзсіз сіздің пайдаңыз үшін. Сонымен бұл сабақтың түйіні қызмет міндет емес. Бұл таңдау. Ал сүйіспеншілік тек алудан емес, көбіне беруден тұрады, Таңдаумен жасалған әрекет сүйіспеншілікті нығайтады, ал қысыммен жасалған әрекет ренішті көбейтеді. Мына сұраққа өзіңізге шынайы жауап беріңіз. Сіз үйдегі істерді міндет болғаны үшін бе, әлде сүйіспеншілік үшін жасайсыз ба? Егер жұбайыңыздың негізгі тілі қызмет әрекеттері болса, сіздің шағын ғана көмегіңіз оның жүрегінде сізге деген берік махаббатты одан да қатты жандандырады және сізді қанаттандырады. Әр видео сабақтың описаниясында ерлі-зайыптыларға арналған үй тапсырмасы бар екенін естен шығармаңыз. Егер үй тапсырмасын орындауда сізде қиындықтар немесе бір түсініспеушіліктер туындап жатса, бізбен Instagram немесе TikTok арқылы байланысқа шыға алуыңыз мүмкін. Келесі сабақта көріскенше сау саламатта болыңыз.